Бүгінде Теміртау қаласында 93 ұлт өкілдері тұрады. Әр халықтың қайталанбас ұлттық мәдениетін құрайтын өзінің ерекше дәстүрлері бар. Біз сіздерді әрбір ұлт мәдениетінің ажырамас бөлігі болып табылатын ұлттық киім үлгілерінің көрсетіліміне шақырамыз. Қазақ қызының киіміндегі өте маңызды элемент тақия. Бас киім қазақ халқында өте қастерлі дүние саналады. Тақия неше түрлі моншақ тастармен, түрлі түсті жіптермен безендірілген. Ал тақияның үкісі молырақ болған. Бас киімде үкінің болуы қыз баланың тұрмысқа шығуға дайын екенін білдіреді. Ұзатылған қыз өз босағасынан кетіп бара жатқанда балалық шағымен қоштасу әнін айтады. Қоштасу әні сыңсу деп аталады. Тұрмыстағы әйелдердің киіміндегі көйлекке назар аударайық. Көйлектің пішімі айтарлықтай қатаң, қарапайым. Оған әсемдік беріп тұрған заморфтық ою өрнек. Әсіресе қошқар мүйіз өрнегі көзге түседі. Бұл өрнек материалдық әл-ауқаттың, байлықтың бейнесі. Сондықтан оны костюмдерді безендіруге жиі қолданған. Матаның қызыл түсі әйелдің тұрмыста екенін білдіреді. Негізінде бұл түсті жас келіншектер киген. 30 жастан кейін қызыл түсті киім кию ерсіз саналған. Ақ кимешек көрінсе сені көрем, ақ кимешек жоғалса нені көрем деген Мұқағали Мақатаевтың тамаша өлең жолдары бар. Аналарымыздың, әжелеріміздің бас киімі кимешек. Кимешек көшпелі өмірге бейімделіп тігілгендіктен, көшіп қонған заманда әйелдің денесін таза, жылы ұстау үшін киілген. Кимешектің үстінен жаулық тартқан. Ақ жаулықты әже деген сөз тіркесі осыдан шықса керек. Қазақ ерлер костюмінде шапан ерекше роль атқарады. Ол ер азаматтың мәртебесін көрсететін костюмның маңызды элементтерінің бірі. Әдетте шапан сол жаққа қарай түймеленеді. Оның өзі етегіне дейін емес. Бұл атқа отырудың ыңғайлығына байланысты. Қазақ салтында шапанның маңыздылығын көрсететін әдет-ғұрыптардың бірі оны сыйға тарту. Қазақта шапанды сыйға тарту үлкен құрметтің белгісі. Жас әйелдердің бас киімі сауысқан. Ол бірнеше бөліктен тұрады. Сауысқан деп, сауысқан құстың құйрығына ұқсас айналдыра бүрмеленіп, желбірек түрінде тігілген жоғарғы бөлік аталады. Бас киім түрлі түсті таспалармен, маңдай жағында майда моншақтармен безендіріледі. Сауысқанды әйелдің шашын толығымен жауып тұратын жұқа бас киім кичканың үстінен киеді. Ал желке тұсын пазатыльне жауып тұрады. Самай жағы ұйпаланған қаздың мамығы үлпе жүнмен безендіріледі. Орыс әйел киімінің өте маңызды элементі алжапқыш. Ол көйлек, сарафан немесе паневаның үстінен киіледі. Бұл киімнің өрнектермен, жібек таспалармен, кестемен ең көп безендірілетін бөлігі. Кестеленген алжапқышқа қарап, тура бір кітапқа қарағандай, әйел өмірін оқуға болады. Оның отбасының бар жоғын, қанша баласы бар екен, қыз ба, ұл ма, тіпті қайтыс болған туған туысқандары мен иесінің қалауына дейін білуге болады екен. Алжапқыш пішімі жағынан бірнеше түрге бөлінеді. Назарларыңызға тік пішілген, кең, арқасына қарай айқасқан аспап буымен байланатын алжапқышты ұсынамыз. Ханбок әйелдер костюмінің басты элементі чагори деп аталатын жейде. Жейденің жеңдері кең және ұзын болып келеді. Жейде үшбұрышты ойықталып тігіледі. Жейденің төменгі жағында алдынан бант секілді байланып, белдемшенің етегіне дейін түсетін ұзын таспа болады. Жейденің жағасы ақ мата жиекшемен көмкерілген. Бұл рух пен дене тазалығының белгісін білдіреді. Корей халқының бас киімі көбіне қара түсті. Қара түс шексіздік пен шығармашылық бастаманы көрсетеді. Сондықтан кәріс ұлдарының бас киімдерінің түсі қара болады. Кат төбесі биік, жиегі кең кәріс дворяндарының бас киімі. Оны кәмелетке толған және ересек ер адамдар киеді. Украин костюмінің өте маңызды бөлігі көйлекше. Ерлер көйлекшесінің ерекшелігі
тік жағалы, кеуде тұсына дейін жырық салынады. Дәстүрлі ою-өрнектермен кестеленеді. Ою-өрнектер украин халқының тұрғылықты мекендейтін жеріне сәйкес келеді. Алайда жиі қызыл қара түсті өрнектер қолданылады. Украиндық ерлер көйлекшені шалбардың үстінен жіберіп кимейді. Олар оны шалбардың ішіне салады. Көйлектің кестеленген тік жағасында түйме болмайды. Кестенің реңіне сай келетін баулармен байланады. Татар халқының ұлттық аяқ киімі әрдайым ашық түсті болып келеді. Әшекейлер мен түрлі түсті маталармен тігіледі. Назарларыңызда 20 ғасырдың 70 жылдарында Татарстаннан әкелінген әйелдер туфлиі. Аяқ киімнің жоғарғы жағы матадан жасалған. Алдынан моншақпен гүлді өрнек кестеленген. Моншақпен өрнектелген маталы аяқ киім көбіне мерекелік күндерде киіледі. Аяқ киім әрқашанда оның иесінің мәртебесі мен ауқаттылығының көрсеткіші болып табылады. Өзбек ұлттық әйелдер киімі көйлек және иштоннан тұрады. Көйлек дегеніміз көйлек, иштон дегеніміз шалбар. Иштон өзбек әйелдерінің туылғаннан қайтыс болғанға дейін киетін киім-кешегінің ажырамас бөлігі болып табылады. Иштонның жоғары жағы кең, ал тізеден аяғын созуға болатындай етіп тағылады. Жоғарғы жағы жұқа мақта матадан тігіледі. Ал төменгі жағы көйлектен көрінетін бөлігі хан атластан немесе ашық түсті жібектен тігіледі. Неміс әйелдерінің костюмы дирндл, белді қысып тұратын корсет деп аталатын бөліктен тұрады. Ол баумен немесе түймелермен болуы мүмкін. Жилет пен корсеттің түрлері сан алуан, шамамен 100-ге жуық түрі бар. Олар кезеңге және тұрғылықты мекендейтін жерге байланысты өзгеріп отырған. Баумен тартылған корсет дене бітімін сымбатты етіп көрсетеді. Үнді халқының дәстүрлі киімі сари. Қазіргі сари бұл ұзындығы 5-тен 9 метрге дейін, кейде 12 метрге дейін жететін. Ал ені тігіс жүргізілмеген 1 метрлік тұтас мата. Иық арқылы өтетін саридің ұшы палла немесе паллав деп аталады. Ол әрдайым өте әдемі етіп безендіріледі. Бұл саридің басты бөлігі деп айтуға болады. Жаяу жүргенде палла желмен желбіреп, айналадағылардың бәрін өзінің әсемдігімен тамсандырады. Ұлттық киім әрқашанда өз халқының мәдениетін, тарихын және дәстүрін көрсетеді. Ұлттық киімге деген ізгі құрмет әр ұлттың даналығы.